Әрі қарай ойсақ, елімізге белгілі ұлтжанды журналист, құрмет орденінің егері Ғалия Құсайынқызы Балтабай 75 жаста. Тіл мен діл рухани құндылықтарды сақтап, дамытуға, елдің әлеуметтік ахуалын жақсартуға зор үлес қосқан күрескер тұлғаның мерейтойы аталып өтті. Саналы ғұмырын журналистикаға, туған елі мен жерінің жоғын жоқтап, мұңын мұңдауға арнаған Ғалия Балтабайдың журналист шыңы атты мерейтойлық кешіне өңір зиялылары, журналистика мен өнер, мемлекеттік мекеме өкілдері, сондай-ақ сыныптастары қатысты. Қаламгер жүздеген телерадио бағдарламалардың авторы Ғалия Балтабайдың сын хабарларының нәтижесінде Павлодарда қазақ театры, облыстық балалар ауруханасы, Екібастұзда қазақ мектептері мен балалар бақшасы ашылды. Осы Ғалия Құсайынқызын көрген кезінде көп дүниені мейірімділікпен шешудің жолдары бар екенін сізден ұғам. Дауыс көтермейді, қабақ шытпайды, күлімсіреп отырып, көп дүниенің мәселенің басын шешіп кетеді. На театр болмаушы еді Ғалия апайымыз. Дананы жүріп қандай сөздер, әдемі сөздер айтты. Онда естедіңіз. Ғалия апайдың мінезі болмаса, ана қазақша мектепті ашылмаушы еді. Қарттар үйіне қазақтар аталарын тапсырушы еді. Жетім бала көбейші еді. Осы кісі болмаса. Қаншама репортаж жасады ол кісі. Еш ашылмайды ғой. 20-дан астам соғыс мүгедегі мен ардагерлері тұрмысы төмен адамдарға телерадио хабарлары арқылы атсалысып, баспана алуға көмектескен күрескер журналист Ғалия Балтабай қашанда ел мүддесін өзінен жоғары қойды. Бүгінгі құрмет те соның нәтижесі. Қашанда халыққа жақын болдым. Халық мені қашанда қолдады. Радио телевидение басшылары менің көтерген тақырыптарымды құптап отырды. Соның арқасында атқарылмайтын істердің нәтижесіне жетуге тырыстым. Ғалия Балтабай мықты маман ғана емес, қарымды ұстаз. Өңір журналистикасынан қанат қаққандардың басым бөлігі оның шәкірттері. Журналистика мамандығы ашылған. Сол кезде алғашқы түскен 20 студентімізге осы журналистиканың, әсіресе телевизиялық журналистиканың тікелей эфир жүргізу, редакциялық хабарларды ұйымдастыру жағынан телерадиода осы Ғалия апайымыз өзінің теориялық білім беріп, және радиода қалай хабар жүргізу керек, телестудияда қалай отыру керек, қандай тақырыптарды көтеру керек, ненің өзектілігі көрсетілу керек деген дүние жағынан осы алғашқы біздің студенттеріміз дайындаған өнегелі ұстазымыз. Ғалия Құсайынқызының әйгілі тұлғалар өнер тарландарымен жасаған 40-тан астам әдеби музыкалық хабары қазақ радиосы мен облыстық халық радиосының алтын қорында сақталған. Онан астам кітаптары бар. 42 жыл жылмай қызмет еткен Қайсар Жанға облыс әкімінің облыстық мәслихаттың құттықтау хаттары табысталып, ыстық ықыластары жеткізілді. Журналистің өмірі қызықты да қиынды да болады ғой. Соның бәрін жеңіп, 42 жыл қызмет жасап, бүгінде менің осы мерейтойыма арнап, шығармашылық кешті ұйымдастырып жатқан облыс әкімшілігі мен департамент басшыларына, мәдениет, ішкі саясат бөліміне, ең бастысы өзімнің туған ұжымым халық радиосының коллективіне, ертіс телеарнасының ұжымына талай жыл қызмет істеген мен алғысымды айтқым келеді. Келелі жиын әсем әнмен көмкеріліп, мерейтой иесінің сүйікті шығармалары орындалды. Гүлсара Маликова, Алексей Михедов, ертіс ақпарат.